Audi C4. Абем 2.6 ya брат. 2.6 Алматыдан сыйлап келіп отыр. Ана келемін, міне келемін мен. 3 ай өтіп кетті. Бүгін жол түсіп келіпті. В общем, дауыс шығарамыз ба, мына неше түрлі әңгімелер болды. Ақылдасып, тудасуда. Содан мұнда ұшақ салбырып кеткен ғой. Соны тіліп көтерем. Тіліп көтерем. Мына жерге тесік қалғаннан кейін тексере салайыншы осын деймін ғой. Проволоканы тықсам өтпейді ағарай. Міне. Мынау ыдыс жуғыш. Походу. Толтырып тастаған. Машина кішкене көксіндеп тұр. Мынау уже моторды құртқан біраз. Міндіктер байқаңдар. Толып тұр. Мынау да сондай. Примерно ашқанда тағы түсірем. Бұнда бір сұрақ. Машинаның хозяин екеуміз де шокеміз. Мына сеткіні қалай тығып жіберген. Бір сварканың орны да жоқ. Бір сиқырмадық қалдық та, содан примерно мынадан шешкенде. Остан пресс деген осыны қарай, короче. Салам алейкум. Екінші жағын аштым. Машинаның иесі шоке. Мен де енді көп затқа таң қалмаймын, бірақ мен мұнда таң қалғаным. Мынаны қалай тығып жіберген ішіне. Бір сварканың орны жоқ сол. Қызық емен, артқы тесіктен қалай тығып жіберген. Күндір ма жігіттер? Салам алейкум. Мотор қиын болды ау моторға. Болмайды бұлай прямой тығуға. Катализаторный бачогын тазалап үшін жасап бердім. Әдемілеп, оталыр. Газ бас. Жақсы болды. Енді алыстан кеп тұрмын ғой, интерес. Дауыс қосам. Дауыс. Болды өшір. Бұйтса жасалып болды. Дауыс қосып бердім. Оталдар. Осындай нақалайды, осындай шығады мені. Газ.